күнгө кош келдиң көрөрмен. Алгысын әрқашан жолдайтын көрөрмен. Сүйікті топтарын қолдайтын көрөрмен. Кыталы ендеше ұл қыздар әрдесін әнімен, сәнімен, әзілмен өлеңмен. Осы кеш ғажайып қызыққа толсынша көрермен шаттыққа бақытқа бөленген. Қайырлы кеш, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Кеш жарық, достар! Баршаңызды осы Намат Сити Холл концерт залында көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Көптен күткен жартылай финал. Біз бастаймыз. А тобы. Енді бүгін елімізде болып отырған жағдайға байланысты бұл көрермен залында тек 50 ғана көрерменді рұқсат берілді кіруге. Бүгін тек 4 команда ғана жартылай финалға жолдама алды. Бүгін енді А тобы. Алдымен командалармен таныс болайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Достар, жартылай финалға жолдама алған командалар. Оскар, Намат, Нұр-Сұлтан қаласы. Алғашқы жыл жоғарғы лигада КТА ойындарының жартылай финалға жолдама алды. Сәттілік тілейік жігіттерге. Жамбыл облысы мәдениет жігіттері. Қорқыт жастары Қызылорда облысы. Және Байдың балдары Оңтүстік Қазақстан университеті Шымкент қаласы. Байдың балдары Шымкент. Я, достар, осы 4 команда финалға тек 2 команда ғана жолдама алатын болады. Қазылар алқасы өздерінің кіші кубоктарын қай команда көбірек алса, сол 2 команда финалға жолдама алатын болады. Әрине, кіші кубок ол бізде Қазылар алқасының қолында. Қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасында үздік ойыншылармен танысайық алдымен. КТАның үздік ойыншысы, КТАның чемпионы, суперкубоктың иегері Ғалым Махамбетов. КТА ойындарының чемпионы, үздік ойыншы және суперкубоктың иегері Ернар Сакупов. Қанат, сені бар ғой, шынымды айтсам, тек Қазылар алқасының құрамында отырғанда маскамен көріп отырмын. Басқа уақытта сені маскамен көрмеппін. Қош келдің. Әзіл әлемі театрының талантты актері Қанат Әлжапаров. Ал енді одан ары қарай Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері әнші Айгүл Иманбаева. Тележүргізуші, продюсер Лейла Сұлтанқызы. Мемлекеттік Намат театрының режиссері Сайлау Қамиев. Жақсы, құрметті достар, бізде енді 3 сайыс. Бірінші сайыс сәлемдесу, екінші сайыс алфавит деп аталады. Команда капитандар арасындағы бұл енді сайыс. Және үшінші сайыс үй тапсырмасы. Сонымен бірінші сайыс сәлемдесу. Қарсы алыңыздар.
Оскар, Нұр-Сұлтан қаласы. Финалға нық қадаммен Оскар! Тұрсынбек мырзаға достары папугай, яғни тотығыз сыйлапты. Сонымен көреміз, кыта ойына 1 сағат қалды. Тұрсынбек мырза кабинетінде. Кешірік, құрметті достар! Кешірік, құрметті достар! Сен сөйлейсің бе не? Сен сөйлейсің бе не? Мен ба, я? Мен ба, я? Мәс саған онда былай істейік. Армысың көрермен, бармысың көрермен, кітаға бүгінгі қош келдің көрермен, алғысын жолайтын сүйікті көрермен, сүйікті топтарын қолдайтын көрермен. Қосылам. Тұрсынбек үздік жүргізуші. Жыбылық. Алло? Әділқазылардың барлығы келді? Әділқазылардың барлығы келді. Қанат жоқ? Қанат жоқ. Қанат сол, шығар жіберіңдерші сол. Шығармаңдар. Өткенде де кешікпеді, шақырмаңдар. Енді кешікпейді. Әзірлемі театрынан да алып тастаңдар. Ол жақта авторитет жақсы. Неге дейсің ба? Мен папугайымды ұшық жіберген, енді өзі тұр, міне папугай болып. Үйінің жандағы дүкенде қарызы өте көп бір депутат бұйырса шешеміз деп шығып кете береді екен. Сонымен көреміз. Нұр-Сұлтан қаласы Иманов көшесіндегі тексеріс. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қандай жағдай, қандай мәселе? Айта беріңіздер. Мынау не сұмдық, мына суды қараңыздаршы, мынау. Неге осы көктем шықса бітті осы судың бәрі? Осының барлығын арықтарды салмайсыздар ма? Мынау барлығын қараңыздар, сұмдық қой мынау. Қысы жазы осы су. Міне мынау кетіп барады, көтеріліп барады, мәссаған. Енді осы мұның бір шешімі бар ма, жоқ па жалпы? Бастан бастап айтасыздар ма? Қазақстанда жаңада музыкалық топ құрылған екен. Олардың бір ерекшелігі, олар суретке қарап бірден ән шығарып тастайды екен. Сонымен көреміз. Еркекпін мен, бір ғасырда бір туатын еркекпін мен. Қанекей фотоға түсірші, бақытты сәтімді менің. Есіңде ме сол бір күндер, есіңде ме сол бір күндер, сол кездері жалындаған. Бақ, қандай ғажап ес, шат, қиялыма ілес. Азат елімнің қарлатарына ризамын мен, дархан тауымның қарлатарына ризамын мен. I feel music to the colors of my heart. When we touch it, such a wild hallucination. Every fire that we burning from the start. Ғабит Мүсірепов өзінің Ботагөз романын жазып біткеннен кейін біттім депті. Негізі Ботагөздің авторы Сәбит Мұқанов. Спектакль бітті, көрермен. Бәрекелді, соңғы сөзін Айгүл ғана түсінді ау деймін. Жақсы, жалғастырайық. Мәдениет жігіттері Жамбыл облысы, қарсы алыңыздар.
3, 2, 1. TikTok пен тыныс алатын таразықтар сахнада. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Құрметті көрермендер, мінекей жартылай финал. Бізге қалайда финалға өту керек. Сол үшін біз өзіміздің тараздық ағаларымыздан ақыл кеңес сұрадық. Мам, Гаухар, көрші қазір кетеміз. Арман аға. Жаңа шыққан тренд, қолымыз аспан көтеріп. Арман аға. Түсіндіңіздер ғой, иә? Арман аға, 1 минут. Не болды жігіттер? Не істеу керек келесі ойынға өту үшін? Ой, келесі ойынға не істеу керек екенін білмеймін, финалға қалай өту керек екенін. Мен мына жақта жаңадан тренд шықты, соны түсіріп жатырмыз. Жігіттер, менде уақыт жоқ. Давайте хабарласамыз. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендей, біздің ағаларымыздың өзі жартылай финалдан финалға өтпей чемпион бола алмаған. Сол үшін ғой біздің таразда вайнерлер мен тиктокерлер қаптап кетті. Құрметті көрермендер, біз мына тиктокта неге жатып алған деп ойламаңыздар. Біз мына трендтен қалғымыз келмейді. Сол секілді бүгінгі ойында қазылар алқасының өзі трендте. Ендеше Қанат ағамыз Анджелина Жолиға ұқсатып жүрген мәдениет жігіттері біз бастаймыз. Сонымен тамашалаймыз. 10 жыл бойы асаба болған ағамыз әкім болса. Ауылға жол салынсын дегендер оң қолын көтерейік ағайын. Сонымен көреміз, көлік жуушы Иван үйінде. Иван, бер кел бер. Ау мама. Екінші үйге Ната деген қыз әке шома, түсіндің бе? Сонымен тамашалаймыз түрмедегі концерт. Келесі кезекте ортада Бостандық би ансамблі. Он жыл бойы фастфудта официант болып жұмыс істеген қыз келін болса қалай болар екен? Ей, келін тамағын дайын бей? Тамақ осы жерге ме, әлде сабой ма? Өзіне көп алатын Шөлдала ауылының асабасы тойда. Келесі кезекте өмірдегі бауырым Қайрат Нұртасты ортаға шақырам ағайын. Құрметті көрермендер, жалпы өмірде барлық нәрсе біз ойлағандай бола бермейді. Жігіттері, қайсысы мен қарындасым алып қашып кеткен? Мен. Базар жоқ, бақытты оңдар. Рахмет. Үйгімелі жігіттер. Тикток билейік, келіңдер. Сонымен құрметті көрермендер, елестетеміз, 10 жыл бойы балмұздақ сатқан ағамыз асаба болса қалай болар екен? Келесі кезекте ғасырдың көзін көріп, асылдың сөзін сөйлеген атамызға сөз кезегін ұсынайық. Сіздердің алдарыңызда өз өнерін көрсеткен, Тараздың тарихын финалға өтіп жаңғыртқысы келетін мәдениет жігіттері. Тараз қаласы, рахмет. Мәдениет жігіттері, Жамбыл облысы. Келесі жалғастыратын Қорқыт жастары, Қызылорда қаласы. Қарсы алыңыздар. Кешір Қазақстан!
мен айтамын да ше, соңғы кезде елімізде негативті жаңалықтар көбейіп кетті. Қуаныш жаңалықтар да болып жатыр ғой. Мысалға биыл біздің Қазақстанның халқының саны 19 миллионға жетті. Құттықтау керек. Мен ойлаймын да ше, 19 миллион емес, 190 миллион болса. Ол кезде 42.500 ше, 4.250-ден аласың ғой. Сол 4.250-ді алу үшін ше, 2.600 есіп төлесең. Сосын анау ақшаны алуға баратасың ғой, маскаңды ұмытып кетіп 83 мың штраф төлесең. Ол 83 мың болмайды ғой көзде. Енді 8300 болады ғой. Бірақ анадан бәрібір көп көп. Жігіттер, жаңадан заң шықты ғой. Өнер адамдарына сахнаға ішіп шығуға болмайды. Бірақ ол кісі бәрі білдіртпейді. Ойлашы, мынандай заң шықса да, әртістерге сахнаға шығу үшін салмағы 70 килограммнан аспау керек десе. Ол кезде диета кезет, квартет болып қалады. Бөлініп па? Елімізде қандай заң болса да заңды бұзбайтын қорқыт жастары. Қайырлы кеш достар, Сайлау Қамиев ағамыз үйінде. Армығайын тікелей эфирде жаңалықтар қызметі. Елімізде әншілерге фонограммамен ән салуға тыйым салынбақ. Уақытында қойып кеткен екенбіз ғой, Рахмет, ары қарай жалғастырамыз. Шіркеуге добы түсіп өткен бір топ қазақ балалар. Бұлар да молдан не дейді? Поп дейді. Поп? Поп! Поп! Доп! Сіздерді қайдам, құрметті көрермендер? Біздің басымызда осындай жағдай жиі кездеседі. Рахмет, әрі қарай жалғастырамыз. Карта ойнап отырған молда. Давай мен таратайын алып кет. Козыр крес. Не ойнамын. Достар, адамнан айла аспайды. Карантин кезінде белгісіз бір дүкен сағат түнгі 12. Айта бер. Сосын. Я бар картошка. Сосын. Оны онынан кейін сатпаймыз біз. Өзің сонда, Рахмет. Блогерлікке қатты қызығып жүрген сот. Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін бізде сот болайын деп жатыр. Мынау сот болатын жер. Мынау көңілді болып тұрған кім деп ойлайсыздар? Әрине прокурор, сен отметка жасаймын. Ал көңілсіз болып тұрған кім деп ойлайсыздар? Әрине айыпталушы. Сәлемде, соңғы рет. Сіздер, құрметті менің оқырмандарым, неше жыл алады деп ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Дұрыс тапқан адамға менің атымнан сыйлық нарды өз жасап береді. Сосын айтпақшы, мен гиф ұйымдастырып жатырмын. Гифме қатысыңыздар, күндіз топ арқылы шай темекі ойнап отырам.
Рахмет. Құрметті достар, біз қорқыт жастары КТА-да ойнап жүргенімізге 3 жыл болды. 3 жылда біз осы форманы ойнадық. Бұл форманы бізге Қанат Әлжапаров ағамыз алып берген болатын. Қанат Әлжапаров бұл форманы алып беріп, бізге финалға өтсеңдер жаңа форма алып берем деді. Жюриде отқанына 3 жыл болды. Я финалға өткізбейді, я форма алып бермейді. Жүріміз өтер өз жерде. Қорқыт жастары жаңа формамен финалда. Қорқыт жастары Қызылорда облысы тамаша, барлық тақырыпты қозғап шыққан секілді. Келесі Байдың балдары Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті. Байдың балдары қолдасаң қане, еліміз және ұлттық арнамен сіздермен алып келдік сіздер күткен әзілдерді. Бай балдары Нұр Сұлтанға қазір келді. Күлдіреміз бүгін бәрін тағы да біз ойламаппыз бұлай қатты сағынамыз. Қолдайық қане, сол жақ ұрмай мане, оң жақ ұрмай мане, ұлттық арнамен сіздермен. Кеш жарық Қазақстан ұлттық телеарнасының көрермендері. Бай болсаң балам. Осыны жаса қоя қояш. Не үшін? Неге білмеймін, аяғыма бір бәле тіреледі. Дәужет болғасың онда. Көңілі өте күшті. Қытайға бір үйреніп қалдық. Алдында бірінші ойында сәл қобалжып, бір түрлі болып жүрек, білмеймін, екінші ойында рахаттанып жүрек. Еркіндік. Қас бірмейді. Тұрсынбек аға, менің әкемді жақсы білесіз. Алдыңғы ойында сәлем жолдадыңыз, досыңыз ғой енді. Сол сәлеміңізді жеткіздім, және әкем сізге хат жазып жіберді. Енді сол дүйім жұрттың көзінше осы хатты оқып беруге рұқсат етіңіз. Оқып берейін. Сәлем хат. Тұрсынбек, қалайсың? Қалайсың? Жақсы, аман сен бе іштір. Есіңде ме, Шымкент қаласы 2004 жыл. Екеуміз Кентукки деген кафеде отырдық. Біраз отырдық. Отырып, соңында екеумізде тұрамай қалдық дейді. Сол кезде қасымызға Юля и Наташа деген достарымыз келіп, төртеуміз бір жерге бардық та... Құлағыңызға айтам ойдың. Құлағыңыз беріңізші. Сөйтістер қоя. Біздің папада қатыратшы, чау жасау. Қарай. Мөлдір қалай. Бәріне сәлем айт. Сәлемнен досың Мамыр. Енді бағана құлағыңызға айтқан сөзді мына жерде оқып беріп жіберейін ба? Ойнап өзі сол. Енді Тұрсынбек ағаға еркелеп жатырмыз, өйткені неге білмеймін, үйреніп қалдық. Тұрсынбек аға шынымен сізге қатқан бауыр басып қалдық, білмеймін. Енді біз енді Құдай қаласа финалға өтіп жатсақ, біз енді Шымкентке қайтпай қойсақ та болады негізі. Иә? Жақсы көріп қалдық сізді. Осы жерде жүре берсек, бір үй әперіп қойсаңыз, сол жерде тұра береміз біз. Басқа ештеңе керек емес. Бір үй әперіп қойыңыз, сол жетеді сол жерде. Жетеді соның өзі. Одан кейін әр баланың жеке-жеке үй әперіңіз, қысылып қалмасын десеңіз, не тұрады бұл кісіге әпере салады ғой. Сол-ақ бар болған. Егер жалғыздан жалғыз әрқайсысы әр бөлмеде тұрып жабырқайды ғой десеңіз, бір келіншек әперіп қойсаңыз. Сендердің келіншектерің бар ғой? Ата-енем қолында тұрады ғой, қойсай, бақып, саудамыз болса, қойсай. Сосын жаңағы бұлар жаяу жүріп шаршайды ғой десеңіз, асымызға бір көлік әпересіңіз ғой. Не тұрады? Жетпес әшейін. Жігерде шыққан. Жұмыс не істейміз? Жандос тыңдасай? Қойсай, Жандос, енді саған квартира қатынды әперіп атса, машинаңды әперіп атса, жұмысқа тұрғызып қой, проблема ма бұл кісіге? Қағазы қылады бұл. Сұрзаудың бастаған үшін аяғына шын жеткізу еркекте таң қасиет емес пе? Соны айтам ғой, сөйтіп өсіп өніп бәріміз бір әулет семейный араласып алдық, габонияқта келсеңізші. Енді бұл әңгімеге не үшін таңғалып отырсыздар? Кез келген Астанада жүрген шымкенттіктердің артын қазсаңыздар, біраз осылай көтерілген. Олай болса өздерінің жан рахаттары үшін Байдың балалары кеттік достар! Шымкентнан 기다려, baby.
кеш жарық достар. Достар, әнші Кәмшат Жолдыбаеваның ұзату тойында. Ал ағайын, Кәмшат қызымызды ұзатып шығарайық. Кәмшат айналайын, артыңа қарама. Сендер де Кәмшаттың артына қарамаңыздар. Достар, Голливудтық фильмдерді байқасаңыздар, пойыздың үстіне төбелесетін кадрлар бар. Сондықтан дәл сол кадрды Қазақстанда түсірсе. Рахмет бауырым. Тоқта. Не болды? Ау, Не дейді? проводник апай ғой пастелді өткізінде дейді. Достар, қазақтың әрбір тойында осындай апаларымызды кездестіреміз. Ал ағайын, ендеше орталарыңызда келесі тамаша тілегін ақтаруға. Ай, осы апаларымды тойдың бүкіл тамақтарын пакеттеріне салып, үйлерде тасита жүреді. Мә саған сарқытың керек пе? Алып ал мә. Сен тамада вообще ұнамадың маған. Бүгін шірідің сен. Ой, апа, мен ойнамай тұр ғой. Мен сен Мәкең айтам көресің. Кім ол Мәкең? Макгрегор. Достар, гифтен бьюти-бокс сатып алған 80 жастағы атамыз. Апа, ата енді Тосын, ата, тосын. бьюти-боксын құтты болсын, бьюти-боксын. Рахмет, оны мен не істеймін? Өзіңіз қарайсыз енді, бьюти-бокс қой. Кемпірге берейін десем, кемпір кетті. Жібердік. Сіз ата енді. Келіндерге берейін десем, балдар келіндердің соңынан кетті. Енді бьюти-боксты не істеймін мен? Білмеймін. Не істеймін? Бүгін сағат 22:00-де бьюти-боксты ойнатып жіберемін. Отып алам десеңіздер, подписки бөлімдегі барша шалдарға тіркелеміз. Қолдарын жайындар, бата беріп жіберейін. Достар, барлығымызға белгілі Астарлы ақиқат бағдарламасының жүргізушісі Дина Төлепберген әдебиет сабағының мұғалімі болса қалай болады? Оқы және оқы депті қаперіне ойтып және оны халыққа жеткізіпті Ленин атты данышпан. Я, бұл әдебиет сабағы бұқпасыз, боямасыз болмыз, армысыз. Тактын отырамыз балалар, әдебиеттің астарын ақтарамыз. Күйеуі 85 жаста, қабырғасы қаусаған 85 жастағы шалға Балқадиша тұрмысқа шығуы мүмкін бе? Бұл сиқыр сезім бе, әлде махаббаттың машақаты ма? Тең-теңімен, тезек қабымен, Жандос Елеман сабақ айтамыз. Апай, мен дайын емеспін. Дайын емессіз. Мүлдем қарамадыңыз, оқымадыңыз да. Кітаптың бетін ашпадыңыз. Ой, апай, екі қойып отырғызасаңыз. Баланың жатқан бесігі кең дүниенің есігі деседі. Баланың тәрбиесі үшін кім жауап береді? Ата-ананы. Жандос Елемановтың ата-анасын сахнаға шақырамыз. Ой, апай, екі қойасам. Келіңіз. Отырыңыз көке. Қош келдіңіз аға. Неге маскамен кіріп келдіңіз? Мен балам үшін ұялам. Балаңыз үшін ұяласыз. Не себепті? Мамасы екеуміз көріп қойды өткенде. Мамасы екеуіңізді көріп қойды. Ақыр бәрін масын шешесін шешсілешмеш. Айбетпе, Дина, үйін жина. Баласынан адыра қалған әкесі ішімдікке беріліп кетті ме? Жоқ әлде баласынан баз кешті ме? Бүгінгі бағдарламада айтатын боламыз. Жалпы, аға, неге жылап тұрсыз? Қамықпаңыз, аға. Қамықпаймын, Дина. Неге жылап жатсыз? Дина, ата-енең сыйла. Аға, ата-енемді сыйлаймын, әрине, жыламаңыз. Біз сіз үшін көмек береміз. Ұлағатты ұстаздардың барлығы жинап, сіздің балаңызды оқытамыз. Жан. Болсын. Бәрін біттірім. Бәрін. Не дейсіз? Ана Айгүлиман байба ма деймін да. Айгүлиман байба. Сабыр сақтаңыз. Осымен сабақты тәмамдағанды жөн көріп отырмын. Дина! Мен сұраға жоқпын, кешірім сұраймын.
бүгінгі сабағымыздың соңын мына бір өлең шумақтарымен тәмамдағанды жөн көрдік. Ең бірінші бақытым халқы менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқы менің. Екінші бар бақытым тілім деген, қас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде өмірден түңілсем де, қасиетті тілімнен, түңілмедім. Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев, Мағжан Жұмабаев арнайы әдебиет сабағынан. Қымбат достар, сәлемдесуіміздің соңында шын мәнісінде қазіргі сабақтар, яғни онлайн түрде өтіп жатыр. Мектептердің барлығы жабық, білесіздер. Бір түсінгенім, сабаққа, мектепке бармау коронавирустан да қауіпті. Соны ұмытпайық. Сіздермен бірге болған байдың балалары 2020 жыл. Жақсы, сәлемдесу осымен аяқталды. 4 команданың капитандарын десек болады, немесе 2 адамнан сахнаға шығуларыңызға болады. Келіңіздер, Оскар Намат Нұр-Сұлтан қаласы, Мәдениет жігіттері Жамбыл облысы, Қорқыт жастары Қызылорда және байдың балдары Шымкент қаласы. Құрметті қазылар алқасы, сөз өздеріңізде. Алғашқы енді сәлемдесуге кіші кубоктарыңызды қай команда сіздердің көңілдеріңізден шықты, сол командаға табыс етсеңіздер болады. Сонымен Ғалым Махамбетов, қазір енді бұл финалға тек 2 команда шығатын естеріңізге сала кетеміз. Сондықтан да әр кубок әрине орны бар жігіттер үшін. Сондықтан да Ғалым Махамбетов. Кеш жарық көрермендер, қош келдіңіздер. Құрметті командалар, көп рахмет. Аз уақыт ішінде осындай бір тез дайындалып, мынандай үлкен материал жазып сахнаға алып шығудың өзі үлкен еңбек. Мен кубогымды осы жерде сәтті шыққан әзілдердің барлығын түртіп, плюс қойып отырдым. Қорқыт жастарына ұсынамын. Қорқыт жастары. Расымен де құрметті телекөрермендер, құрметті достар, сіздерге де естеріңізге сала кетейік. Міне қазір бізде енді осы жаз бойы, көктем бойы карантин болғандықтан, қазір енді бізге тек 50 адамға ғана рұқсат берілгесін. Кеше ғана бір апта бұрын 1-4 финалы, араға бір апта салып, жартылай финалда жүздесіп отырмыз. Сондықтан да командаларда көп уақыт болған жоқ дайындалуға, бірақ дей тұрғанмен командалардың дайындығы жаман емес, жарайсыздар. Ал жалғастырайық. Ернар Сакупов. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, телекөрермен. Бәріңіз осындай біршама уақыттан кейін көргеніме қайттан қуаныштымын. Енді әділқазылар қазір қалғандар кімге не беретінін өзім білмеймін. Бірақ мен енді осы бір жағынан бүгін әділқазы, бір жағынан редактор ретінде қазір біз сахнаға дейінгі тыныстың бәрін білеміз. Сондықтан да мен өзімнің кубогымды Оскарға бергім келеді. Оскар. Жақсы, Қанат Әлжапаров. Осыдан 2 апта бұрын А тобының ойынын көрген болатынбыз. Сол кезде шынымен де ең мықты деген осы 4 команда шыққан болатын осы ойынға. Мәдениетті жігіттер, Оскар деген командалар енді шыны керек таң қалдырған болатын. Әсіресе жамбылдық команда. Жігіттер енді дайындық аз болып қалды ма, бір 2 апта аз болып қалды ма білмейміз енді. Барлықтарыңыз рахмет, әдемі әзілдеріңіз үшін. Енді бүгін енді Қорқыттың, сосын байдың балдарының әзіліне мен өзім бір рахаттанып күлдім. Оскар, негізі сіздерде барлықтарыңыз, мамандықтарыңыз осы ғой, сахнада жүріп, мүмкіндіктеріңіз көп негізі сіздердің. Не істеуге болатынын білесіздер. Ұстаздарың кім сендердің? Ойнап айтам сөйлеу. Нормально. Мен өз клубым байдың балдарына Дина Төлепберген үшін. Байдың балдары. Сайлау Қамиев. Ассалаумағалейкум. Керемет ойындардың жалғасын көріп жатырмыз. 4 команда, 2 команда өте тәжірибелі және 2 енді қадам басып жатқан 2 команда. Бұл жігіттерге оңай емес, осындай 2 алыптармен сахнада
сайысу. Мен дегенмен де осы мәдениет жігіттеріне өзімнің кубогымды ұсынсам ба деп отырмын. Алда сәттілік тілеймін. Жақсы, енді қай командалар қазір кубокпен алға басым түсетін бірінші сайыс болса білетін боламыз. Ләйла Сұлтанқызы. Қайырлы кеш тағы да, жігіттер қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Мен үшін бәрі әдемі болған сияқты. Тараздың жігіттеріне. Тарас. Жақсы, Айгүл Иманбаева. Айгүл, кіші кубогында қай командаға? Кеш жарық қадірлі көрермендер, көптен қауышқаныма қуаныштымын. Баршаңызбен, ойыншылармен, сіздермен Тұрсынбек сағынып қалыппыз. Шынын айтқанда кітаны. Мен өзімнің кіші кубогымды Қорқыт жастарына берем. Қорқыт жастары. Я достар, біз осының алдында 2 апта А тобының, Б тобының 1-4 финалын көрген болатынбыз. 1-4 финалдан міне 4 команда әр топтан жолдама алған болатын. Енді міне бізде қазір бүгін жартылай финал, сәлемдесу аяқталды. Әзірше мәдениет жігіттері және Қорқыт жастары 2 кіші кубоктан, Оскар мен Байдың балалары бір кіші кубоктан ие болды. Өйткені бізде әлі алда 2 сайыс бар. Жартылай финал енді басталды десек болады. Енді келесі сайыс үшін 4 әр командадан бір команда капитаны немесе өздеріңіз таңдаған бір ойыншы қалу керек. Кіші кубоктарыңызды алып кетсеңіздер болады. Өйткені бізде екінші сайыс алфавит деп аталады. Қазір экранға шыққан әріптермен, немесе цифралармен, немесе суреттермен әр команда қазір диалог құратын болады. Оны біз әр жыл сайын супер кубокта ойнататынбыз. Енді биылдан бастап жартылай финалда ойнататын боламыз. Қазір біз былай қылайық. Оскар және Қорқыт жастары. Байдың балалары мен мәдениет жігіттері бір-біріне қарсы шығатын болады. Құрметті қазырлықасы, құрметті көрермендер, қазір біз оларға бір оқиға тауып беруіміз керек. Сол оқиғаның желісімен сахнадағы шыққан әріптер, цифрлармен екеуі ара бір-бірімен диалог. Әрине, бәрі әзілмен болу керек. Сондықтан да қандай тақырып береміз? Қазіргі актуалды десек болады. Праймерис. Тағы да TikTok. Жақсы, тағы да полиция, больница. Жақсы, ол жақпен ойнамай ақ қояйық, әзілдеспей ақ қояйық. Қазіргі уақытта басқа. Маска. Тойдағы. Давайте, тығылып той жасаған. Сен тығылып той жасағансың. Сен полиция қызметі. Сес десең болады. Сес. Жалпы сес өзі бір жалғыз сөз айтым, қазақша орысша аударса сес болатын. Сен сестен келіп отырсың? Сес білесің ғой? Санитарлық? Санитарлық, системалық. Сес қой? Сес бола бер, я. Сес бола бер. Сен той жасаған тойдың иесісің. Жақсы ма? Сес қой, дұрыс па? Сес, дұрыс қой. Сес болса, сес болсын. Сомен, дайынсыздар ма? Бірінші бастайтын сес. Сес. Сес бес, С. Сес. Ассалаумалейкум, аға лейтенант, сес. Алейкум, сестерге де звание беретін болған ба? Мына же бақыт не істеватсыңдар, той жасаватсыңдар ма? Болмайды той жасауға. Қазір карантин уақытында айтылды ғой сендерге, той жасауға болмайды. Заң барлығына ортақ. Неге тығылып той жасаватсыңдар? Тойдың артынан техничный кіргізіп. Ресторанның артынан. Вагонның ішінде болатқанды ғой құрсын, онда тұрған не бар? Оның ішіне қылмайды ғой? Сәке. Сендерді ертеңгі неден көрсету керек, Ләйлә Сұлтанқызының телеканалына сендерді айту керек, осы той болып жатыр, той жасап жатыр, тәртіпке бағынбай жатыр деп. Енді үйге жасайық десек, тағы да ұсталып қаламыз деп қорқамыз. Енді Сәке келсек те құрсын, бірдеңе қылайық екеуміз. Қалтаңызға жаймен келтіріп жіберейін, оны ғұмырғы кәмпішінейден. Лақтыра қойшы жайлап. Болды. Удай қымбат ақша салдың ба? Қалтаңда 19 теңге қапты осы. Мына жақта 1000 теңге отса мен 20 мың болады.
сайлауға қатысайын деп жатырмын бұйыртса. Сайлауға шығам ба деп. Дано Гүлбану. Сол мемлекеттік жұмысқа барам ба деп сайлаудан өтсем. Жаңа сес деген частный болып тұр ғой сонда сізде, иә? Мемлекеттік емес. Тоғы бізде, тоғы. Тоғы бізде. Комитетке кіріп бірден қыматыңыз өзіңіз, сәке. Жоқ, болмайды. Жауындар, тоқтатыңдар болды. Қайтамыз. Не қылдар? Енді гүл-піл анау-мыналарымызды алып қойып едік, келіншектен ұят болды. Сәке бірден келсектен. Болмайды. Ғарышқа барсақ да той жасай алмайтын болдық қой, қазір алаңыз. Той болса екен, той басталса екен бәрімізде ше. Шаршап кеттік қой алаңыз. Зы дегенде зығырдан шықты ма? Қалай қарағанда да солай болып тұр ғой. Зың-зың гүл-паш қарашы күшті. Иә. Иә? Иә. Қақпан неқта қоя? Иә, бол. Сәке, енді сау болыңыз. Сіз көрсетіп біттіңіз болаңыз. 90 жылдар есінде ма сен? Жоқ. Қазір алқасы ақылдаса отырып, араларыңызда енді Лейла, өзің енді сөйлеп, өзің айтарсың, ақылдасып. Менің ойымша бұл, түсіндім. Барлығы Шакенза сен айтып жатыр, Оскар командасы. Оскар! Жақсы. Оскар командасы бір кіші кубокқа ие болды. Қорқыт жастарына қошемет көрсетіп қояйық. Келесі жұп. Мәдениет жігіттері және байдың балалары. Ал енді бұл топ жұпқа да бір тақырып берейік. Қандай тақырып? Волонтер? Онлайн сабақ? Тағы да бір кішкене қызықтау болсын жаңағыдай. Маска. Сөйтейік, фонограммен ән айту болмайды. Сен өмір бақи фонограммен ән айтып жүрген адамсың, сен сес десек та. Сен фонограммен ән айтып тексеретін, оларды не дейді екен, тексеру орталығын әлі ешкім шыққан жоқ қой енді. Оларды кім тексеретін еді? Министерство тексере ме? Министерствоның өкілі бұл. Иә, мәдениет министрлігінің өкілі. Негізі біз министерство өнер адамдарын көтеретін еді, өзі тексеріп жеткен ән шығар. Дайынсың ба? Көркемдік кеңес болсын. Кім бастайды? Енді әрине, көркемдік кеңес бастайды. Келіп отырған автор құқығынан ба айтыр, бірдеңе десең, бір жерден келіп түсің айтыр. 1 2 5 5 5 5 1 2 7. Дайынсыздар ғой? Иә. Кеттік. Өлең айтам де жасан дауыста. Сенбейсіз ба не? Сенбеймін. Қане бір өлең айтып көршкен көрейік. Ямайка. Жоқ, екі нота жоғары алу керек саған. Ямайка. Ямайка дегенде зубыңды бар, зубың сәл алда шығару керек саған. Болмайды да, сен жұтынып атсың. Ғарыштан келген адам құсап немеге таңғалып тұрсыз, бәріміз өйсіп фонограммамен айтып жүріп қой. Қанша жыл болды ғой? Жаңадан заң шықты ғой, айтуға болмайды деген. Қанат көріп біледі мені. Қанат айтты, айта бер деді. Өзім жауап беремін деді барлығына. Жоқ, Қанат ағаң. Ол деген гайелермен бірге сөйлесіп келді, білесің бе ретте бізге? Ұсталып қалды ғой өзі келіп бізге. Гайдың не қатысы бар бұл жерге? Ол мен өзім білемін. Отырыста отырғанда достардың арасында отырыста айта беремін. Бұл тойлар ашқан кезде айтпаймын. Тойларда ше? Тойларда айтпаймын деймін. Тойларда неме айтасың? Тойларда тректі қосасың ғой, болды ғой. Келесін айтса, сен кім? Мен кеңестен кеп тұрмын, білесің бе? Білемін кеңестен кеп тұрғанды. Тексеруге кеп тұрған жоқсыз ба? Иә, кеңес кеп тұрмын. Менің жоғарыда ағам бар. Соған хабарласайын, сол өзі шешіп береді сізді. Тез шарсаңдаршы. Кім? Айгүліп кей ма? Жоқ, одан да жоғары. Ол Айгүліп кей мен әпкем ма таразды қойым? Ол одан да жоғары. Еркін Рақышев деген. Еркін Рақышев? Да?
Еркін Рақышев ше әнші десең. Қайсы Лолан қарындас інісі ма? Лесбеков. Вау десең. Әшейінде осы тексермей келесіңдер, тура мені көріп қалады екенсіңдер, бүкіл әншілердің арасынан, Заң осыдан бір 5 минут бұрын шықты. 5 минут бұрын заң шықты осыдан. 5 минут бірінші болып мен ұстап тұрсың ба сонда? 5 минут бұрын заң шықты ғой. Бірінші адаммын ба сонда келіп тұрған? Бірінші адамсың ғой. Айтпай-ақ келе берсең ұсталмайтын едім ғой осы. Айтпайсың. Айтам. Вообще айтпайсың. Айтам. 19 рет айтам. 19 жылы той бітті, соңғы тойымды айттым мен 19 жылы. И дальше айтам, естің? Үйлендім, айтам. Үйлену тойда айтам. Үйде айтам. Жақсы. Бұл жұп қалай болғанын қазылар алқасынан білейік. Кіші кубокты кімге? Сонымен қазылар алқасының шешім бойынша кіші кубок байдың балалары. Байдың балдары. Байдың балалары. Міне құрметті достар, екі сайыс бойынша қазылар алқасы барлық командалар теңестіріп қойды десек болады. Қызықтың бәрі енді міне үшінші сайыспен шешілетін секілді. Өйткені Оскар 2, мәдениет жігіттері 2, қорқыт жастары 2, байдың балалары 2 кіші кубокқа ие болды. Сонымен финалға қай команда жолдама алатын біз қазір міне осы сайыспен білетін боламыз. Үй тапсырмасы бірінші болып бастайтын қорқыт жастары. Қарсы алыңыздар. Құрметті достар, қазіргі таңда барлығы онлайн жүйеге көшті. Оқушыларымыз сабақты онлайн өтіп жатыр, ал онлайн сабақ оңай нәрсе емес. Сонымен көреміз отбасындағы жағдай. Беріп қойдым ғой, құжаттың бәрін өткізіп қойдым ғой мен. Мама, жауап өздерінен Мама. Не болды? Есеп шығара алмай отырмын. А пунктіне шыққан пойыз Б пунктіне қанша уақытта барады дейді. Алдыңда тұр ғой енді, есеп шығарсай өзің. Шығарсай қаным түсіп болдыңдар ғой алаңсыз. Шығара алмай отырмын ғой енді. Не пойыз ол? Маңғышлақ. Апасынан немен келеді дейсінші? Не айқай, а? Не айқай? Қаяқтан кетсің? Жиналыста отқан жоқпын ба мен? Бастықтардан ұят болды ғой, алаңсыз сендердің айқайларын тыңдап отырып қой. Тып-тыныш отыруға болады ғой. Қойшы. Тамақ дайын ба? Тамақ. Есілдердің бәрі тамақ болсын сенің. Мына киімдерің тұр үтілмеген. Баланың сабағы тұр. Үй бар ана жинайтын. Мен үлгірмей жатырмын ғой, ешқайсы үлгірмей жатырмын. Не істеймін? Нервіне бітті қаларыз. Үлгірмесең тоқал алайық онда. 5 минутта дайын болады, кетші. Баладан байдан рақат көрмейтін болдық қой қазір. Ой, сорлай. Саған не болды енді? Химия сабағынан шығып жатырмын. Ой, қош бар. Не жарып жатсыңдар? Анау балаң үйде лабораторияға батыр. Сендер сабақ оқымай қойыңдаршы. Білесіңдер ма, интернетке 200 мың ақша қарыз екенбіз да? Кім төлейді оны? Төлесен не? Неге мен төлеймін? Кім пайдаланды, сол төлесін. Бұл қалай төлейді? Сүндетке отырғызамыз. Тағы да ма? Бұл өткенде газге қарыз болғанда сүндетке бір отырғыздың. Суға қарыз болғанда бір отырғыздың. Айжан болып кетті қолаңыз санау. Ол қарыздар 20 мың, 30 мың ғой олатыны. Бұл 200 мың ғой, 200 мың. Әділбек, түсінтірсің бе? 200 мың. Бірде өзің отырда полный жауып түсін да қарызды. Ырбаңдай берме, тып-тыныш қана отырыңдар мен жиналысын бітірейін. Мама, апай домбырадан күй берген еді, соны тарта алмай едім. Қалай тартады аны? Білмеймін мен. Тарт беріңізші. Осылай өмірінде домбыра ұстамап едім мен. Сене бұрын үйреніп алдым, құр бар әлеқат дайындал. Ой, тупой десіш. Сабағыңды оқы сен.
Рахмет, ұстаздар. Айналайын сіздердің мына балаларға білім бергендерге мыңда бір Алла Тағала Алладан қайтсын қызметтеріңіз. Мына коронавирустан аман есен құтылып, балдарымыз Құдайым Алтын Ұя мектебіне бара қойсын. Айналайын сендерге рахмет, ұстаздар. Рахмет. Әмин, апай, әмин. Сабақ тез басталсыншы. Мыналар мектепке барсыншы. Сол жақта қонсыншы, сол жақта жатып оқысыншы аламыз. Шаршап кеттік бар ғой, кәдімгідей үйден нервіміз ойнап кетті. Ұстаздар, сіздерден кешірім сұраймын. Кезінде осы балдарым ұрды соқты дегенде жалып айтып барғам, мен арыз жазған үстеріңіз, сол үшін кешірім сұраймын. Бүкіл еңбек сіздерді кешіріңіздер, ұстаздар. Кір. О, қалайсыңдар? Ой, қалай бала? Екінші жол қайда? Ой, бала. Алда берген қалайсың? Қалаға не қылып жүрсің? Ауылдан келдің ба? Иә, ауылдан келдім. Еттім жоқ, ештеңе жоқ. Мына балдарды алып келгем. Келіңдер, балдар. Білесіңдер, ауылда интернет ұстамайды, онлайн сабақ деген оқи алмай жатыр. 2 ай жатсын үйлеріңде, сосын алып кетем. Әділбек, не болды? Тоқалыңды ала бересің ау. Құрметті достар, рахмет. Құрметті достар, қазіргі таңда шынымен де мұғалімнің қадірін түсіне бастадық. Осы сәтті пайдаланып, біз өзіміздің сабақ берген апайларымыздан кешірім сұрағымыз кеп тұр. Маған мектепте математика пәнінен сабақ берген мұғалімнен кешірім сұрағым келеді. Құрметті апай, сіз мені кешіріңіз. Кезінде синус, косинус біздің өмірімізге керек емес қой деп сізбен ұрсысқан едім. Бірақ шынымен де синус, косинус керек емес екен бізге. Құрметті физикадан берген биология апай. Ауылда оққам ғой, ауылда. Сізден 2 сабағыңызға қатыспағаным үшін кешірім сұраймын. Құрметті дышыдан берген ағай, сіздің сабағыңызға бармаған үшін, ерегісіп сізбен төбелескенім үшін кешірім сұраймын. Бірақ сіздікі по-любому дұрыс емес. Қорық жастары, рахмет. Жақсы, жалғастырамыз. Келесі үй тапсырмасымен мәдениет жігіттері Тараз қаласы. Қарсы алыңыздар. Сонымен құрметті көрермендер, көрініс сайысы, біздің көрініс ең арзан әуе компаниясы. Көрейік. Құрметті жолаушылар, біздің авиакомпаниямызды таңдағандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Біздің пилот қазір дайын болмай жатыр. Бос орындарға жайғасып отыра беріңіздер. Әзірге ұшақтың ережелерімен таныс болыңыздар. Ұшаққа кірерде антисептик қолданыңыздар. Антисептик болмаса, жоқ дегенде маска тағып алыңыздар. Маскаларыңыз жоқ болса, стюардессадан 1200 теңгеге сатып алуға болады. Ұшақ көтерілер кезде есікті ішінен іліп алыңыздар. Есік ашылып кетуі мүмкін. Аман есен жеткен кезде шапалақ ұрмаймыз. Пилотқа ол ұнамайды. Өздеріңізге шапалақ беріп жіберу мүмкін. Сапарларыңыз сәтті. Осыны естігендер болса, шапалақтарыңыз қатты болсын ағайын. Lan естіп тұрсың ба сен? Мұнқ деп не деп тұр мынау? Жағдай жоқ, ұшақ қой мынау. Не? Пилот жоқ, стюардесса жоқ. Мен ойға қалайсыздар? Бортпроводник сен ба? Мен ойға отырыңызшы. Бұйырған орынға отырыңыздар қалай. Айналайын, отырайық десек, мына номерлерде жоқ қой, қайсысын отырамыз? Өлі артынан штрихпен жазып пісуға жазамыз, отырыңыздаршы. Бауырым, мынау ұшақта мүлде жағдай жоқ. Мына кейбір ұшақтарға су, тамақ әкеледі. Қайдан аламыз біз? Аға, асықпасаңызшы, жолдан бар дүкеннен аламыз ғой. Мысалы, кейбір адамдар шөлдесе, ұшып қонып сөйтіп жүреміз ба? Аға, баған айттық қой, біз енді ашылдық. Әзірше біз жолмен жүреміз, жолдан дүкеннен ала қойымыз аға. Бауырым, айналайын, мынау мен билетім бағасы 40 000 теңге болды. Мына кісінікі 8 000 теңге. Дұрыс қой? Қымбат қой. Сіздікі бизнес класс, соңғы эконом класс қой. Айырмашылығы не сонда? Аға, сіз көлеңкеде отырасыз да? Мына кісі күннің астында шыжып отырасыз да? Бауырым, тыңда. Үстерінен арыз жазам мен. Аға, жазбақ қойыңызшы. Үстімден арыз жазбаңыз, үстімден жазбаңыз, ішімден жаздыңыз, сыртынан аңғайсыз болады аға. Ручка апарақ алып кеш бар, ручка апарақ алып кеш. Мыналарың ұшақта жүр ма? Мынау 1000 теңге бағасы қымбат қой, бауырым. Сен еще сөйлейсің ба? Жоқ, сөйлемеймін мен.
Стюардесса, кім стюардессаны шақыршы маған. Мен ғой ағай. Стюардесса да сен ба? Мен ғой ағай. Мүмкін пилот та сен шығарсың бауырым. Қаяқтан біліп қойдыңыз ағай? Мен ғой ойнап отырмын аға. Мен негізі айдай аламын да, арасында айдайтыным бар еді да. Айдайын да. Кеше бүйтіп ұшып кеттім да, бір сиырды мыршып кеттім ғой. Аспанда қандай сиыр бауырым? Аға, біз айттық қой, бір жермен жүріп жатырық та, жермен жүріп жатырық қой. Сізге ұнамайды сияқты, аға, бір сізге күшті әңгіме айтып берейін. Кеше деген бар емес па? Бірінші рейспен бүйтіп ұшып бара жатырмын ғой. Жүйшірмамен басып бара жатырмын. Бір кезде бір самолет қасыма кетті. Деп ұшты. Қойшы. Артындағы көршілер деген, ей, мынау ұялмайсың ба? Айда деді. 150-мен басыма қасың деп өттім ғой, білесің ба? Бауырым, ау? Сен шаршаттың әбден бар ғой? Иә? Айналайын. Мына жердің іші ысып кетті. Күн деген жан тұр. Кондиционер бар ма? Қоссаңдаршы. Аға, бүйтіп жай терезені ашасаңшы бүйтіп ағай. Терезе ашыла ма? Иә? Главное, басың шығармасаң болды ағай. Иә? Бауырым, айдаш. Айдайын ба? Айдаш. Айдайын. Дайынсыздар ма? Қазір екі адам болсын, жүреміз аға, иә? Самса, беляши, юбки, кофте аламыз. Аласыңдар ма? Баршан жақын. Сауда жүрсеп жүр да? Айдаш бауырым. Кәп, айдаймыз. Аға. Тағы не болды? Итер жібересіздер ме? Оталынбай жатыр мынау аға. Құрметті сіздердің алдарыңызға өнер көрсеткен арзан ұшақпен ұшса да бүгінгі ойыннан ұшқысы келмейтін тараздық мәдениет іштері. Рахмет, Нұрсұлтан. Жақсы, бүгінгі ойыннан ұшқысы келмейтін мәдениет жігіттері. Құрметті достар, бізде енді қазір тікелей жартылай финалдан 2 команда жолдама алатын болады. Келесі аптада Б тобында да 4 команда өнер көрсетіп, тағы да 2 команда тікелей жолдама алып, финалға 4 команда. Екінші ойында Қазылар алқасы ақылдаса отырып, 5-ші команданы Қазылар алқасының шешімімен қабылдайтын боламыз. Сондықтан да Қазылар алқасы бүгінгі 3-ші, 4-ші орын алған, және де келесі аптада Б тобынан 3-ші, 4-ші орын алған 4 команданың арасынан бір командаға жолдама бере аласыздар. Осымен аяқталды үй тапсырмасы. Барлық командаларды сахна төрде шақырамыз. Келіңіздер. Қорқыт жастары бірінші болып бастаған мәдениет жігіттері Тараз қаласы, Оскар, Нұрсұлтан қаласы және Байдың балалары Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университеті. Жақсы, Қазылар алқасы осыған дейін Оскар 2 кіші кубок, мәдениет жігіттері 2, Қорқыт жастары 2, Байдың балдары 2. Ал енді осы сайыспен 2 команда финалға тікелей жолдама алатын болады. Сонымен сөз өздеріңізде. Қазылар алқасы. Ғалым. Құрметті кіташылар, көп рахмет. Жалпы соңғы 2 сайыстың өзі өте қиын сайыс. Мына алфавиттің де өзіндік қиындығы бар, сол жерде суырып салмалық керек. Сол жерде де өздеріңізді жақсы дәлелдедіңіздер. Және STEM-ның енді 3 адам сахнада ойнау керек, сол туралы әзіл сол шеңберден шығып кетпеу керек. Ол өте қиын сайыс. Осы қиын сайыс кейбір командалар қиын соққаны анық көрініп қалды. Ал кейбір командалар осыны ауызбіршілікпен, команданың мықтылығымен жеңіп шықты. Енді мен осы сайыста айқын басымдылықпен күшті күлдірген Байдың балаларына берем. Байдың балалары 3. Жақсы, Ернар. Енді телекөрермен де, залда отырған көрермен де, әділқазыларда бәрі сол маған келісетін шығар деп ойлаймын енді. Байдың балдары. Байдың балдары. 4.
Иә, әзірше тікелей байдың балдары финалға жолдама алып тұрған секілді көреміз енді. Қанат Әлжапаров. Ең соңында енді байдың балдары сөзсіз енді бір күшті ойнап кетті да, бірақ алдындағы командаларды ұмытпау керек, салыстырып көру керек. Мысалы, бірінші болып шыққан команданы ұмытып кетіп жатамыз. Әдемі әзілдер қозғап бұл жігіттерде онлайн, қазір заман тақырыбына сай бір кубок бергім келіп тұр. Жерлестерім болғасын емес. Қорқыт жастары. Жақсы. Ары қарай Сайлау Қамиев. Көп рахмет жігіттер. Мынау STEM деген конкурста біраз болды ғой көрмегенімізге. Сахнаға шығып жатыр. Бұл жерде өте керемет актуалды бір тақырыптар қозғалды деп ойлаймын. Алынған тақырыптар өте тамаша. Енді оны кім қаншалықты сол тақырыпты аша білді, барлық жағынан астарлап, әзілмен әдемі жеткізе білгенін біз мына кубоктар санынан білуімізге болады деп ойлаймын. Байдың балалары. Байдың балалары 5. Жақсы. Ләйлә Сұлтанқызы. Білмеймін, менің ойымша қосымша команданы дәл осы 4 команданың ішінен артынан алуға болатын шығар. Иә, барлық айтылып жатыр, өзекті тақырыпты айтылып жатыр, Тұрсынбек жақсы білет. Мен үнемі айтқанда, неге қазіргі өзекті мәселелерді көтермеске, неге қазір фонограмма туралы айтпасқа деген ардынша 5 секундтан айтқанда қатты қуанғанымды көрсеңдер ғой. Оскарға бергім келеді. Шын айтамын, өйткені дайындықтар өте керемет. Молодцы, жарайсыңдар. Айгүл Иманбаева. Айгүл. Оскар Намат. Оскар. Сонымен, құрметті достар, құрметті көрермендер, мәдениет жігіттері 2 кіші кубок, қорқыт жастары 3 кіші кубок, Оскар 4 кіші кубок және байдың балалары 5 кіші кубокқа ие болды. Сонымен финалда байдың балалары және Оскар Намат Нұрсұлтан. Құрметті достар, тағы да естеріңізге сала кетеміз. Біз келесі аптада Б тобы өнер көрсетіп, және де біз 5-ші команданы таңдап алатын боламыз. Жоқ, егер де Б тобының ойындары финалға лайықты болмай жатса, бір команданы алып, 3-ші команданы А тобынан қосып, бәлкім финалда 4 команды көріп жатармыз. Ол әлі бәрі алда, сондықтан да біз қоштаспаймыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.